Қайырлы құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге бадам қышқылы негізіндегі пилингті ұсынғымыз келіп отыр. Бұл пилинг өте керемет пилингтердің бірі деп айтсақ болады, себебі жас өзгерістеріне байланысты оны үлкен адамдарға да және жастарға безеуден қалған дақтарды кетірумен күреседі. Ендеше процедурамызды бастайық. Байқасаңыздар, қонағымыздың беті бұл пилингті өте қажет етіп тұр. Себебі пигмент дақтары бар, және купероз сосудтарымыз көрініп тұр, және бұл жерде әжім мәселелері де бар. Бұл пилингтің курсы 3-8 процедураны құрайды. Әркімге әртүрлі тағайындалады. Пилингтердің арасы 5-7-14 күнге дейін созылуы мүмкін. Пластикалық ота жасар алдында дайындық ретінде жасайды. Лазерлі шлифовка және химиялық өте терең пилингтердің алдында бадам қышқыл негізіндегі пилингті дайындық ретінде 2-3 процедурадай аралығын 7-14 күн салып дайындық ретінде жасалады. Бір процедураға шамамен пилингтің 3 мл кетеді. Бұл пилингтің бірнеше протоколы бар. Ол бет терісіне байланысты. 3 қабатқа дейін жағып, арасын 5-5 минут күтетін протоколды таңдаймыз бүгін. Бірінші қабатты жағып болдық, 5 минутқа қалдырамыз. Екінші қабатымызды жағуға көшеміз. Бұл пилингтің көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, фото және хроно қартаюдың алдын алу, әжімдерді тегістеу, пигмент дақтарымен күресу, және безеуден қалған дақтар постакне дақтарымен күреседі. Екінші кезеңімізді жағып болдық, бұны да 5 минутқа қалдырамыз. Үшінші кезеңімізге де жеттік. Пилингіміз ағарып, кеуіп, лифтинг эффекті жүріп жатыр. Компоненттеріне тоқталатын болсақ, бұл альфа гидрокышқылының тобына жататын бадам қышқылы. Бір жағынан бадам қышқылы, аха қышқылы сияқты теріге гликоль қышқылына ұқсас әсер етеді. Екінші жағынан оның химиялық құрылымы кейбір антибиотиктерге ұқсас. Осы себептен ол айқын әсерге ие. Және бұл пилингті өте сезімтал теріге де пайдалануға болады. Соның ішінде купероз бен розация. Үшінші кезеңіміз аяқталды. Енді пилингтің әсерін күшейту үшін сумен әсерін ұлғайтамыз. Әсіресе әжім көп түскен жерлерді. Бұл пилинг теріге фотосенсибилизациялық әсер етпейді, сондықтан оны жаздың күнінде жасауға болады. Пилингтен кейін қалпына келтіретін құрамында пантенолы бар, ылғалдандыратын крем жағамыз. Бұл крем маска болып есептеледі, өте жақсы нәрлендіреді. Бұл крем масканы да 15 минутқа қалдырамыз. Осылайша 15 минут уақытымыз өтті. Крем маскамыз сіңіп, бетіміз жақсарып қалды. Жас ерекшеліктеріне қарамай, ауа райының қолайсыздығына қарамай, қысы жазы беттеріңізді күтіп, сұлу әсем болып жүрулеріңізге тілектеспіз.